Ассаламу алейкум барлықтарыңызға, біздің каналымызға қош келдіңіздер. Бүгін біз 1997 жылы шыққан Пик Данте деген киноға қысқаша шолу жасаймыз. Бейне басталмай тұрып сіздерден өтініш сұрайын деп едім. Біздің арнамызда 92% адамдар тіркелмей көреді екен. Егер сіз де тіркелмесеңіз, каналымызға тіркеліп қойыңыздар. Ал біз бастайық. Гарри Далтон деген жанартауларды зерттейтін ғалым сондай бір жанартаулардың атқылауынан әйелімен қашпақшы болып жатады. Содан ұшып келген шоқтардың біреуі көлікті тесіп, әйеліне тиіп, солай Гарридің әйелі қайтыс болады. Арада 4 жыл өтеді, Гарри үйінде жаттығып жатады. Бір кезде телефоннан дауыстама келеді. Онда досы шұғыл түрде келуін өтінеді. Гарри жұмысына келеді. Содан дауыстама қалдырған досы Гарриға қағаз береді. Ол қағазда Пик Данте деп аталатын шағын ауылда жанартаудың сандары жазылған екен. Жақында жарылуы мүмкін дейді. Гарри оған мүмкін емес дейді. Гарри сол ауылға келеді. Ол жақта ауылға жаңа адамдардың көшуіне байланысты той мереке болып жатады. Гарри қонақ үй жолдайды. Осы ауылдың мэрі, яғни әкімі бар екен. Ол әйел адам, есімі Рейчел Уэндо. Содан қалашықта мейрам болып жатады. Кейін мэр Рейчел сөз сөйлейді. Кейін жас жұбайлар ыстық су деп аталатын суға шомылмақшы болады. Бір кезде су астынан шоқ пайда болады. Содан Гарри мэрмен танысып сөйлесуге уақыт сұрайды. Екеуі көлікке отырады. Содан мэр ұлын шақырып көлігіне отырғызады. Кейін мэр Рейчел қайын енесіне балаларын сонда қалдырам дейді. Гарри жанартаудың қасынан зертханаға заттар іздеп жатады. Ағаштардың арасын аралап, Гарри судың қайнап жатқанын байқап қалады. Біраздан соң бағанағы жас жұбайлардың денесі судың бетіне шығып қалады. Содан жиналыс болып, Гарри ауыл тұрғындарына хабарлама айтады. Бұл ауылдағы жанартауы оянуы мүмкін дейді. Барлығы болса, екі адамның өлгеніне бола, осы елде жанартау оянайын деп жатыр деп ойлайсыздар ма дейді. Гарри болса досымен сөйлеседі. Ол өз ойында осы ауылдың тұрғындарын басқа жерге көшіру керек деп айтады. Досы болса жанартау оянады деп сенбейді. Гарри болса бөлмеден жиналыстан шығып кетеді. Кейін кешкі барда Гарри досымен сөйлесіп отырады. Сонда досы ертең тікұшақпен тауларды аралаймыз дейді. Гарри Рейчелге келеді. Содан Рейчел Гарриді ұлын құтқарып қалған үшін кешкі үйіне тамаққа шақырады. Кейін Гарри тікұшақпен тауларды аралай бастайды. Жанартаудан ешқандай қозғалыс байқалмайды. Гарри кешке Рейчелдің үйіне қонаққа барады. Содан Гарри өз әйелінің осы жанартаудың кесірінен қайтыс болғанын айтады. Гарри сөзін жалғастырып, егер мына жанартау жақында жарылса, лаваның ауылға келуі 2-ақ минут дейді. Екінші күні тағы да таудың басында зерттеулер жүргізіледі. Рейчел жұмыс бойы жұмысшыларға кофе әкеліп көмектесіп жүреді. Арнайы құрылғы арқылы жанартаудың жағдайын біліп тұрамыз дейді. Ол құрылғы адамдар баруға қорқатын жерге көлік секілді барады екен. Құрылғыда орналасқан камера арқылы жанартаудың қауіпті жерлерін көрмекші болады. Содан құрылғы жұмыс жасамай қалып, Гарридің Эри деген бір әріптесі түсіп, қарамақшы болады. Ана Эри құрылғыны жөндейін деп жатқанда таудың тастар қозғалып, Эри жарақат алады. Біраздан соң тікұшақ келіп, Гарри мен Эриді құтқарып алады. Эри емханаға түсіп қалады. Гарри болса досына барып, ауыл тұрғындарын көшірейік, жақында жанартау атылайын деп тұр дейді. Мен сезіп тұрмын дейді. Ана досы келіспейді. Айтпақшы, есімі Пол. Гарри басқа әріптестеріне жанартаудың жарылатынын айтып жатады, бірақ Пол сенбей тұр дейді. Гарри кешке кафеде Рейчелмен кездеседі. Одан кейін Рейчелдің үйіне барады. Үйінде Рейчел қызына су бермекші болады, сонда судың түсі өзгергенін байқайды. Содан Гарри мен Рейчел судың өзгергенін байқап қалып, Полдың да үйіне барып, сол судың өзгергенін қарайды. Мэр жаңалықта ауылға лаваның келуі мүмкін екенін айтады. Кешке сағат 18:00-де жиналыс жасаймыз дейді. Ауылдан көшу жайлы ақылдасамыз дейді. Рейчел қайненесіне қоңырау шалып шақырмақшы болады. Бірақ енесі тау жақта өмір сүріп үйреніп қалған, қала жаққа барғысы келмейді екен. Солай жиналыс болып жатқан жерде жанартау бірінші сілкініс дыбысын береді. Барлығы айқайлап шоши бастайды. Бүкілі қашады. Даланы қараса әлгі жанартау жарылған екен. Гарри мен Рейчел балаларды алып кету керек деп көлікке отырады. Жолда Гарри әріптестеріне қоңырау шалып жағдайларын сұрайды. Көліктер болса бір-біріне соғылысып, жолда қақталып тұрып қалады.
Тіпті жанартаудың сілкісінен жолдар қирай бастайды. Солай аман есен апаттан шығып, Рейчел көліктен шығып балаларын іздейді. Ал балалары болса басқа көлікпен апасының үйіне бара жатады. Тіпті қағазға жазып кеткен екен. Гарри мен Рейчел тікелей жол арқылы суға кіріп, балалардың апасының үйіне бармақшы болады. Солай судан амандықпен шығып, әр қарай жүре бастайды. Бағанағы ұшқыш тікұшақпен адамдарды алып кетіп жатады. Содан Пол айғайлап қарсы болады. Тыңдамаған жүргізуші тікұшақтағы халқымен бірге жарылады. Гарри мен Рейчел анасының үйіне келіп балаларын іздейді. Содан түкперден балалары апасымен шығады. Бүкіл ауылға қатты зақым тиген. Пол болса әріптестеріне сендер кете беріңдер, ал мен Гарриді күтем дейді. Әріптестері жоқ дейді. Ал жанартаудың лавасы Рейчелдің қайненесінің үйіне дейін кірген екен. Барлығы үйден шығып судағы қайыққа отырады. Су ысыған, ал балықтар өліп қалған. Су тіпті қайықты тесіп ақырын су кіріп жатыр екен. Судың жағалауына жеткенше тіпті қайықтың моторы да балқып кетеді. Барлығы қолдарында не бар, сонымен қайықты жүргізбекші болады. Үлгермейміз ау деп айғайлап жатқанда балалардың апасы суға түсіп қайықты итереді. Бейшара аяғы ыстық суға балқып кетеді. Таң атпай спецназ келеді. Гарри балалардың апасының арқасына артып кетіп бара жатады. Содан апасы жолда тоқтауын өтініп, жерде жатып барлығынан кешірім сұрайды. Солай қайтыс болады. Ал басқа жақта жанартаудың әсерінен пайда болған ыстық өзен барлығын шаюда, Гарри Рейчел балаларымен көлік тауып алып ауыл жаққа шығады. Ал мына жақта әріптесі Полды су тасқыны өзімен бірге алып кетеді. Қалғандары көлікке отырып кетуге тырысады. Гарри жолда үлкен ыстық от тұрғанын байқап қалады. Солай артқа шегініп тез өтпекші болады. Көліктің дөңгелектері жанып жатыр. Тіпті көлік батып қалады. Жолда өздерінің иттерін көріп, сол итті құтқарып қалады. Гарри жұмыс кабинетіне кіріп, құрылғы арқылы жанартаудың оданды қатты отын атайын деп жатқанын байқап қалады. Солай шыққанша болған жоқ, әлгі жанартау жарылады. Сонымен қатар улы затымен бірге күші тіпті қатты, маңайда бәрін сындырады. Гарри көлігімен бар күшімен бір гаражға кіріп үлгереді. Әріптестері болса Гарри өлді деп ойлайды. Әлгі түкпірде қалған Гарри мен Рейчел балаларды тыныштандыруға тырысады. Біраздан соң Гарри шығатын жер іздеймін деп қиындықтарға тап болады. Солай денесіне жарақат алады. Арпалыс үстінде көлігіне тығылып қалады. Өзімен бірге алып келген құрылғы арқылы басқаларға белгі ретінде дыбыс береді. Сол белгі арқылы достары Гарриді тауып құтқарады. Барлығы Гарриді көріп қуанады. Артынан Рейчел мен балалары да құтқарылады. Содан барлығы аман есен қалғанына қуанады. Солай кино аяқталады. Достар, осымен шоу аяқталды. Келесі кездескенше аманшылықта болайық.